Қайырлы күн, құрметті әріптестер, оқырмандар. Бүгінгі іс-шарамызды біз Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне арнаймыз. Победа ауылдық кітапханасы сіздерді тәуелсіздік күнімен құттықтайды. Баршаңызға зор денсаулық, бақыт, аспан ашық, бейбітшілік өмір тілейді. Отан менің ата-анам, отан досым бауырым, отан үлкен астанам, отан аудан ауылым. Тәуелсіздік ең басты құндылығымыз. Тәуелсіздік ең алдымен қазақ халқының бостандыққа ұмтылған асқақ армандары мен қайсар рухының жемісі. Сондықтан да біз үшін тәуелсіздік күші ең қадірлі күш. Еліміз тәуелсіздігін жариялап, дербес мемлекет ретінде әлемге танылды. Бүгін Қазақстан әлем назарында өзінің болашағынан үлкен үміт көтеретін жері халқы бай ел. Осы жылдар ішінде елімізде қыруар істер атқарылды. Мемлекеттік рәміздеріміз, ата заңымыз, ұлттық валютамыз және сары арқаның кең жазық даласында барша елді өзінің тез көркейіп өсуімен таңқалдырып, жаңа астанамыз дүниеге келді. Қазақстан ынтымақтастық пен бірліктің нышанындай жарқырап тұр. Алтайдан Атырауға, Арқадан Алатауға дейін созылған қазақ даласында ынтымақтастық атты ту биікке көтеріп, өзге ұлт өкілдері де мекендейді. Тәуелсіздік күні қазақтың жеке мемлекеттік жалауы ту желбіреген тарихи күн. Бұл еліміз үшін үлкен мәртебе. Тәуелсіздік күні ең қастерлі күн. Біз бүгінгі барлық жетістіктерімізге тәуелсіздіктің арқасында қол жеткіздік. Тәуелсіздік Тәңірдің біздің ұрпаққа берген үлкен бақыты, халқымыздың мәңгілік құндылығы. Біздің тілегіміз тәуелсіздік, тілегіміз тұрақтылық, білегіміз бірлік. Тәуелсіздікпен бірге халқымыз мәңгілік мұраттарға қол жеткізді. Тәуелсіздігіміздің 29 жылдық тұғырлы баянды болсын, әрқашан күн сөнбесін. Тәуелсіз Қазақстанның таңы нұрлы, егемен еліміздің ұрпағының еңсесі биік болып, көк аспанда қасиетті көк туымыз мәңгі желбіресін. Мерекелеріңіз құтты болсын.